Армысыздар, тыңдармандар. YouTube арнаға тіркеліп, қазақша контентті қолдап, әңгімені соңына дейін тыңдап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ана көңілі бүгін тым қобалжып тұрды. Жүрегі біресе дүрсілдеп соғып, біресе тоқтап бара жатқандай, тынысы тарылып, кеудесін кере дем алады. Жүрегі бар болғырға не болды? Неге алаңдайды? Нені іздейді? Алыста жүрген ұл мен қыздан аулақ әйтеуір, деп Құран сүрелерін оқып, аузын жапырлатып, көзін жұмып ұзақ отырды. Кейде Алладан тілек тілеп, жалынып, жалбарынғысы келгенде, япыр-ай, басқа діндегілердің көз алдарына қойып табынып жататындары бар. Осы бізге де бір бейне керек-ау, деп алып, іле-шала кеше көр, Тәңірім, Аллаға серік қосқанымды, деп кешірім сұрайтын. Көзін жұмып, көз алдына Тәңірдің яки пайғамбардың түрін елестеткісі келеді. Алдыңмен көкпеңбек аспан, онымен астасып жатқан қара жер, сол екі ғаламның ұштасқан жеріне ұзын, аппақ сақал, шашты тұтастыра біріктіріп тұрған үлкен басты, әрі қарай шексіз аппақ жамылғыны елестетеді. Түнде төсекке қалай басы тигісімен, осы бейне көз алдына өз-өзінен келе қалатындай дәрежеге жетті. Сол бейнемен сөйлеседі, соған жалынады, жалбарынады. Сондағы айтары: о Алла, құдіреті күшті Құдайым, алыста шет жерде жүрген балаларыма ғұмыр бер, денсаулық бер, жолдарын қыла көр, күнәләрін кеше көр. Олар үшін мен де, тіпті болмаса, тілеулерін тілеу үшін де қажетпін ғой. Маған да ғұмыр, денсаулық бере көр. Біліп жасаған, білмей жасаған күнәларын кеше көр. Я Тәңірім, қабыл ете көр тілектерімді, деген сөз тіркестері күніне бәлен рет қайталанады. Осы әдетімен тағы да біраз Тәңірісіне жалбарынды. Бірақ жүрек мазасызданғанын қояр емес. Тіпті бір нәрсе ұмыт қалғандай ма? Не ұмыт қалуы мүмкін? Айына бір келетін пәтер ақыны, су, газ, жарық деген сияқты міндетті төлемдерді зейнетақысын ала сап төлеп қояды. Ешкімнен қарыз алып көрген емес. Сол Алланың берген нәпақасын талғажу етіп келе жатыр. Кезінде жақсы қызметтерді істеп, дербес зейнетақыға шыққан ғой. Сол өзіне қара басына жетеді. Тек жалғыз қалғанының шешімін, жауабын таба алар емес. Өз тағдырының қолына сеніп тапсырған ері адал жар емес, арам болып шықты. Екі бала дүниеге келген соң, тірліктің тауқыметі, пәтер, жоқтық, жетімсіздік дегендерге шыдай алмай сыр берді. Үй жайы, қаражаты бар келіншектің қолына бірақ кетіп қалды. Аспаннан найзағай түскендей күн кешкен ана, кішкентай екі сәбимен қоқысқа лақтырғандай күйде қалды. Сонымен бар арман, мақсат екеуін жеткізу болды. Жаман тәрбиелемеген сияқты еді. Тапқан таянғанын жинап, теріп шетелде оқытты. Қарапайым жұрттың уысына түсе бермейтін мамандықтар алып берді. Түрі келінде оқып жүрген қызы арабтың бір жігітіне тұрмысқа шығып, соның жеріне кетті. Міне, бірнеше жылдан бері сол жақта. Айналайын-ау, өзіміздің бір азаматқа шықсаңшы, алыс, жат ел, жат жерде не бар? Өміріңді өз қолыңмен өксітпесеңші, деген ана ақылын тыңдамаған еді. Енді міне, өксіген қатта келіп жетті. Бір елден кетіп азаматтықтан шығып алған соң, қайта келудің машақаты мол екен. Қартайған әйелдің зарына кім құлақ асар? Көз жасқа толы қызының хатын оқығанда қанша ренжісе де, көкірегін жарып шыққан перзенті емес пе? Жаны езіліп, ет жүрегі елжіріп, жабығып қайғыға батқан еді. Енді амал жоқтықтан көніп, бір Алладан амандығын ғана тілеп отыр. Маматай, мына жақтағы күйімді адамның басына бермесін. Мен үшінші әйел екенмін. Сырттан келген әйелдерді бұл жақта күң етіп ұстайды. Еліне келген соң, күйеуінің маған деген қатынасы өзгеріп сала берді. Өзіне, екі әйеліне, балаларына, әке-шешесіне, басқа балаларына қызмет жасаймын. Осы үйдің күңімін. Еш жаққа аттап басуға рұқсат жоқ. Атымды да ұмыттым.
Мені бәрі кәпір дейді. Не амал етерімді білмеймін. Осы хатты әрең дегенде жол тауып, біреудің біреуге жеткізіп отырмын. Ажалым осы жерде болатын сияқты, Маматай. Кешір мені. Сенің кешіріміңді ғана өзіме пана тұтамын. Кеш. Деген көз жасына шыланған қыздың сөздері көкірегінде шемен болып тұр. Әпкем, бір туғаным бар еді деп ұлда іздей қояйын деп тұрған жоқ. Оқуын біткен соң, сол Ресейдің қаласында жұмысқа қалдым деп хабар келген. Содан соң еш жауап та жоқ. Ұшты келі жоқ болған деген осы шығар. Ана әр атар таңды үмітпен қарсылады. Келер, келіп қалар. Жұма сайын жұмалық шелпегін пісіріп, тағы басқа толып жатқан тәттілерді әдемілеп, өрнектеп асықпай жасап, ыдыстарға сәндеп салып, қарап отырады. Жалғыз адам не жесін, тәйірі. Жалғыз қыздың жағдайы анадай болды. Ендігі үміт жалғыз ұлда. Бүгін ертең келіп қалса дастархан мәзірі дайын тұрсын деп, осы бір әдетті тапқанына да бірнеше жыл болып қалды. Пісіп күйіп тұрған тамақ ескіріп қалмасын деп, бір-екі күннен соң далаға алып шығып таратады. Көшеде қол жайып жүргендер де, там-тұмдап күн көріп жүргендер де, көршілері де, ойнап жүрген балалар да ақшашқа ананы танып алған. Өзі тіпті дәмді дайындайды бәрін. Анада 2-3 күн сайын өзіне ермек табылғанына қуанғандай. Тамсанып талап алып жеп жатқандарға рахметті өзі айтады. Бүгінгі алағызғанына жол болсын. Әлде ұлы анасын есіне алып, жалғыз қалған шешемді көріп қайтайын деп жиналып жатқан болар. Соны сезіп отырған болар жүрек деген. Қой, қатып кеуіп жатқан тәттілермен қарсы алғаным болмас. Жаңасын дайындайын деп, дастархандағы бар тағамды алып далаға шықты. Ананың шығуын күтіп тұрғандай-ақ, әп-сәтте бәрі жиналып қалды. Тіпті бөтен адамдар да көп екен. Бәрі таласа тармаса ананың қолынан шыққан дәмді жеп жатты. Дастарханның үстін тәтті дәмдіге толтырып, қайтадан жабдықтап болған ананың көңілі сәл орныққандай болды. Шынымен-ақ, ұлым келе жатқан шығар. Оның келетінін сезіп қуанып, дастархан жайып отырғаныма марқайып қалсын. Күндегі соңғы ақпараттарды көретін дағдысымен теледидар құлағын бұрады. Ендігі шетелдегі жаңалықтарға оралайық. Кеше Ресейде ішкі істер қызметкерлерінің көмегімен нашақорлық саудасымен айналысып жүрген бір топ адам құрықталды. Ішінде қазақ азаматы да бар болып шықты. Деген хабарламадан кейін тіпті толқыды да. Япырмай, ол кім болды екен? Кім болса да сорлады. Түрмеде шірейденді, содан басқа тірлік бітіп қалды ма екен байғұс балаға. Әй, бұлар өлер жерін білмейді-ай. Біраз бір құлдап, ұрысып шерін тарқатқандай болған ана көңілі сәл алаңдаусырағандай. Кешке қарай тағы да уайым басты. Үйге қарай туралап келе жатқан адам көзіне түсті. Пошташы екен. Қолындағы қағазды ұсына берді. Жедел хаттағы «Мен балаңызбен бір бөлмеде тұрушы едім, оны тұтқындады» деген сөздерді оқи салысымен ана талып түсті. Кетіп үлгермеген пошташы жедел жәрдем шақырды. Жансыз қалған ана денесін салып, машина бұрылыстан көрінбей кетті.